Әңгіменің екінші бөлімі. Қолыңнан неге келмейді? Келеді, үйренесің. Қасыңда қажының жілігін шағып, майын ішкен орынбасарың болады. Ол да өзіміздің адам. Сенен көмегін аямайды, деді Арекең, алған бетінен қайтпай. Мен де бұрын сенатор болып көрді дейсің бе? Әйтеуір тәуекелмен кетіп барам. Сол сенаторларда шетінен аузымен құс тістеген жүйріктер емес шығар, деп лекіте күліп алды. Жалпы есіңде болсын, қазір мына жұмыс менің қолымнан келмейді дегенді айтпау керек. Бүгінгі заманның беталысы солай. Көріп жүрсің ғой, қазір қазақша 5 ауыз сөздің басын құрап айта алмайтын, қазақша «ың» деген әріпке тілі келмейтін біреулер мәдениет министрі болады. Бір дәрінің атын білмейтін, әлдекімнің денсаулық сақтау министрі болып отырғанын көресің. Ал өмірінде мылтық ұстап көрмеген тоғышар қорғаныс министрі болудан тартынбайды. Солардың бірде-біреуінің сенім артқандарыңызға рахмет, президент мырза, бірақ бұл жұмыс менің қолымнан келмейді дегенін естідің бе? Естіген жоқсың. Солар әлгі орында тапсырылған жұмысты әбден ақсатып, жұртқа күлкі болғанша отыра береді. Ал сен өз банкыңды басқаруға бара жатқан жоқсың ба? Өзімдікі дегенде өгіз қара күшім бар дейді қазақ. Қасыңда маман көмекшің бар. Айтпақшы, келіншегің де экономист, қаржыгер, Шахизадамен ақылдасып отырасың. Бұдан әрі қарсыласудың еш мәні жоқ екенін сезді де күйеу бала Арекеңнің ұсынысын еріксіз қабылдады. Міне секіру деп осыны айтса болады. Банк директоры 25 жасар миллионер. Күні кеше осының бәрі Нұрболаттың түсіне кіріп пе екен? Міне өзіне таныс абажадай кабинет. Кеше Арекең отыратын төрдің төбесінде бүгін өзі отыр. Енді Нұрболат өмірдің басқа қабатында. Өзінің шопыры бар, оққағары бар. Кешегі оққағардың өз оққағары болады деп кім ойлаған? Не істейсің, бәріне көндігуге тура келеді. Қызмет бабымен таныса келе байқағаны бәлендей қорқатын ештеңе жоқ екен. Ең бастысы бұл қатардағы қызметкер емес, бастық қой. Жай қызметкер болсаң, бастығыңа күнде есеп бересің. Кемшілік, олқылығың бадырайып көрініп тұрады. Ал бастық ешкімге есеп бермейді. Орынбасарың, көмекшілерің бар. Бәрін солар тындырады. Бар міндетің қағаздарға қол қою. Ол үшін қатынас қағаздарды түсінетіндей сауатың болу керек. Сол оймен әртүрлі оқулықтарды жинап алған Нұрболат экономфактың қаржы бөліміне сырттай оқуға түсіп қойды. Ең ғажабы, Нұрболаттың банкіге келуіне ешкім таңданған жоқ. Кімнің қандай дипломы, кімнің қандай мамандығы бар екенін қазір кім тектеп жатыр? Арғынбай өз орнын күйеу баласына қалдырған екен. Онда тұрған не бар? Оның үстіне өз ауданымызда туып, өз руымыздан шыққан сенімді адам. Банктың 25% акциясына ие болған кісі директор болмағанда қайтушы еді. Нұрболат қанша дегенмен қойшының баласы ғой. Ол кезде банктегі ақшаны қорадағы қойға ұқсатады. Қой төлден өссе, банк кредитпен, өсіммен көбейеді. Банкирдің екінші аты өсімқор. Соңғы жылдары ипотекалық несие деген шығып, банкирлердің бағы жанып тұр екен. Құрылыс алпауыттармен тіл біріктіріп алып, үлескерлердің қанын теспей сорады екен. Несие алушылар мойнындағы қарыздан 20-30 жылда әрең құтылады. Төлей алмаса салдырған үйі банкке өтеді. Несие алып қарызға бататын тағы сол тырақы қазақтар. Әкесіне ас берсе де, баласын үйлендірсе де, банкіге шабатын қайтерсің. Күйеу бала банктың қыр-сырын осылайша бірте-бірте біле бастаған. Мұндағы негізгі бағыт пайда табу. Осыдан жаңылмауың керек. Тайыры малдан төл алу деген оңай ғой. Мықты болсаң теңгеден теңге тудырып көр. Жоғары пайызбен қарыз беру пайда табудың көзі. Сонан кейін көз алмай бақылайтының теңге мен доллардың арақатынасы. Осы таяуда ғана Нұрболаттар бір-ақ күнде 100 миллион доллар пайда түсірді. Тағы сол Арекеңнің арқасы. Сенатта отырған Арғынбай жақын күндерде доллар бағасының күрт өсетінін хабарлаған. Бұлар ұлттық банкпен тіл табысып, бір күнде $500 миллиард сатып алды. Ертеңінде доллар бағасы 120 теңгеден 150 теңгеге бірақ көтерілді. Міне қаржы әлемінде сәтімен жасалған жүріс деп осыны айтады. Нұрболат кіріс-шығысты дұрыс есептеу жағына қиналған жоқ-ау. Оған бәріне де кеңседе өзін ұстау, бастықтың позасына ену қиын болды. Өмірі анық 1 сағат құйрығы жер иіскемейтін адамға кабинетте күні бойы сіресіп отырудан өткен азап жоқ шығар.
Бұрын ол маңдағы адамдармен қалжыңдасып, күліп ойнап жүре беретін. Енді соның бірі жоқ. Кеңсеге кірісімен түсіңді сәл суытып, қабағыңды түйіңкіреп, өте байсалды, ойлы пішінге енуің керек. Әлгі позаға ену дегеніміз осы. Әлде бір шаруаны тапсыру, не мәлімет алу қажет болса, қызметкерлерді өзің іздеп барма, хатшы қыз арқылы кабинетіне шақыртып ал. Сізді Нұрекең іздеп жатыр десін. Ол да әлгінің дегбірін алып. Қызметкер ішке кірген соң да бірден сөйлесіп кетпей, салқын қабақпен аз-кем ойланып отыр. Түбіңнің таяз екенін ешкімге білдірме. Қашанда терең ойдың құшағында жүргендей әсер қалдыр. Дүниеде білмейтін заты жоқ, бәрінен хабардар адамның рөлін ойна. Кеңсе де бір сахна, сен онда іскер бастықтың рөлін ойнауың керек. Бұрын кім білген, жер бетіндегі тірлік те жеті қат көк сияқты әлденеше параллель қабаттардан тұрады екен ғой. Біріндегі тәртіп пен заң екіншісіне жүрмейді. Нұрболат ең жоғарғы қабатқа жетпегенімен ортаңғы басқыштарға іліне бастағандай. Банк басшыларының бас қосуы, кәсіпкерлермен кездесуі болып тұрады. Банкирлермен банкетте бірге болу, бильярд ойнау, моншаға бару үрдістері тағы бар. Сонда бір байқағаны, төменгі қабатта түсіңе кірмейтін ғажайыптар жоғарғы қабатта жай үйреншікті дүниеге айналыпты. Мәселен, ана бір жылы ұлт қамын жеген зиялы қауым қазақтың саны аз. Еркекпен салыстырғанда бізде 100 мың әйел артық. Сондықтан баяғы ата салты бойынша 2 әйел алуға рұқсат болсын деген тілектерін парламентке өткізе алмай қойып еді. Жоғарғы қабатта бұл мәселе әлдеқашан шешіліп қойыпты. Қазір әкімдердің, министрлер мен депутаттардың тағы соларға жуықтардың қос-қостан қатыны бар көрінеді. Оларға Астананың Алматыдан Ақмолаға көшіп баруы да таптырмас сылтау болған. Несін айтасың, бір үйі Алматыда, екінші үйі Астанада. Бірінде бәйбішесі, екіншісінде тоқалы. Соған өздері мұртынан күліп, Алматы мен Астананың арасында қатынап жүріп жатырмыз дейді екен. Күлме досқа келер басқа деген осы. Жас иіс құшқандарды сырттай тамашалап жүргенде қос қатынның әлегі Арғынбай шаңырағына да келіп жетті-ау. Биыл жыл басында Нұрболаттар да перзентті болған. Шахизада кішкентай сәбилерін бағып декретте жүрген. Bir күні Нұрболат жұмыстан соң үйіне келсе, келіншегі пора-пора болып жылап отыр. Басында балалары бірдемеге ұшырады ма деп шошыған. Жоқ, баламан. Бұл күнде мойны қатып, құйрық басып қалған кішкентай бауыржаны манежде әкесін танып, уілдеп жалпақ қағады. Жаным, не болды саған? Біреу ренжітті ме деген әйеліне пәруана болып Шахизада жөнін айта қоймады. Потом, кейін деді, дәл қазір сөйлесуге құлқы жоқ екенін аңғартып. Долданып жылағанға қаны бетіне тепкен келіншек қазір тіпті сұлу болып көрінеді. Бәрі соңына мәлім болды ғой. Сөйтсе Шахизада Астанадағы шешесімен осы жаңа ғана телефон арқылы сөйлесіпті. Айғанша 2-3 күннің алдында ғана Астанаға ұшып кеткен. Ол кісі арканың бораны жақпайды деп қыс айларын Алматыда өткізіп, жазшыға жыл құстарынша Астанаға бет түзейтін. Сол дағдысымен биыл да күйеу тұратын қалаға мамыр туа аттанғанды. Бірақ осы жолы айғанша күтпеген көріністің үстіне шығыпты. Арекең жалғыз жатудан зерікті ме, әлде қатарынан қалғысы келмеді ме, бір жас иісті ол да үйіне кіргізіп алыпты. Онысы тіпті жас, Еуразия университетін былтыр ғана бітірген 23-тегі қыз дейді. Арғынбайдан тура 30 жас кіші. Сол қыз 6 ай қысты Арекеңмен бірге өткізген. Қазір 2 қабат аузы мұрнынан шығып шермиіп отырса керек. Өзі анау-мынаудан қайтпайтын өте өжет, тақылдап қалған пәле көрінеді. Айғаншаны көргенде айылында жимай. Төрлетіңіз апашка, сіз бәйбішесіз ғой. Мен білем, бәйбішенің орны төрде болады. Ал мен Арекеңнің тоқалымын, яғни сіздің көмекшісіңіз боламын деп сайрап тұр дейді. Осыны естігенде күлесің бе, жылайсың ба? О заманда бұл заман мұндайда қорлық болады екен. Біреудің басы байлы күйеуіне екінші бір әйелдің орта жолда ортақтасы кетуі деген сұмдық емес пе? Ал Арекеңнің қаперінде ештеңе жоқ дейді. Жайы жарасқан, қағанағы қарық, сағанағы сарық, тіпті көңілді дейді өзі. Бәйбіше оқыста осындай бір іс болды. Арқаның аязын білесің, басында тіземді жылтайын деп бір жас иісті үйге кіргізіп алып ем. Бауыр басып қалған соң кісі қимайды екен.
екінші бөлімнің соңы. Назарларыңызға рахмет.